7 Бөбекжайда менің Раяна Әбдіжапар деген қызым барады. Мен бүгін мына немерелеріме Наурыз көженің қалай жасалатынын үйретемін. Мына отырған кішкентай қызымның аты Раяна. Одан кейінгі отырған қызымның аты Інжу. Одан кейінгі қызымның аты Айзере. Мінекей осыларға мен Наурыз көженің қалай жасалатынын көрсетемін. Бүгін көрісу күні, амал күні деп аталады. Бүгін біздің үйде мейрам. Ал Раяна, қараңдар, бүгін біз көже салу үшін ең алдымен сол көжеге мынандай бидай қосамыз, дәндер қосамыз. 9 түрлі немесе 7 түрлі тағаммен пісіріледі. Мінекей ең бірінші бидай қосамыз. Көрдіңдер ме? Мынау бидай. Одан кейін бар болса ас бұршақ қосамыз. Міне мынандай ас бұршақ қосамыз. Мынау аты немене, Раяна? Ас бұршақ. Міне немене екен? Ас бұршақ. Бар болса кішкене гречка дейсіңдер сендер, ал бұны қарақұмық дейді. Мінекей қарақұмықтан қосамыз. Көрдіңдер ме? Мынау немене екен? Қарақұмық. Мінекей осының бәрін 7 түрлі дән салып көже пісіреміз. Қазір бәріміз Наурыз көже ішеміз. Ол Наурыз көжеге қыстан қалған керемет соғымның еттерін қосады. Ол көже салу үшін ең бірінші көженің кәдесі кәріжілікті сақтайды. Сол кәріжілікті сақтап, қазір біз қазанға асып көже жасаймыз. Ол Наурыз көжеге мынандай қолдан жасалған қатық қосамыз. Сол тілеулес болсын деп Наурыз көжені тілеу көже дейді. 7 шелпегіміз, мынау 7 шелпек, 7 шелпегімізді пісіріп, тілеуімізді тілеп, мына жайылған нанды етімізге салып, бүкіл Наурыз көжемізді ішеміз. Ет. Еттің ішінде мына жіліктің аты не деп аталады? Кәріжілік. Айтыңдар. Кәріжілік. Кәріжілікті біз осы жылдан жылға аман есен жетейік деп соғым кезінде сақтап қоямыз. Мінекей сол қыстан қалған соғымның еті мынау қазы, балалар, мінекей. Мынаны не дейді? Қазы дейді. Мінекей өстіп біз ұлттық тамағымызды ішеміз қазір. Наурыз көже міне. Бұл Наурыз көже дайын болды. Қысымылда. Бір жасың құтты болсын деп сен бір да. Тәтті мекен, дәмді мекен. Біз Наурыз көже жасауды үйрендік па? Молодец, жарайсың, менің балам жақсы. Бүгінгі 187-ші Бөбекжай балабақшасының ұжымы сіздерді мына келе жатқан қазақтың жаңа жылы Наурыз мерекесімен құттықтаймыз. Еңбектеріңізге табыс, семьяларыңызға бақыт, еліңіз аман, жұртыңыз тыныш болуын тілеймін. Мына тәрбиелеп жатқан балаларыңыз еңбектеріңіз ақтап үлкен азамат болып өссін. Наурыз